Давай, Thank you. жақсы, жақсы. Жақсы, жақсы. Говори. Қалайсың? Нормально өзің. Мен сенің эфиріңе запрос жасаймын, көрмейсің, қабылдамайсың, или әти қабылдамайсың, білмедім, короче, болғанын. Қорқамыз сендерден. Thank you, не ғой? Не болды сонымен? Жаратылу мен құрастырылуды түсініп келдің ба? Маған жауап берші. Сендер әрекетке баға беру дегенді түсіндіңдер ма? Или түсінбей кетесіңдер ма? Мен сенің позицияңа өтіп берем деп сол кезде де айттым ғой, бірақ сен просто өзің мойындашы, динамит жаралама өзімен өзі. Бір нәрсе айта салайын. Екі адам машинамен адам қағатын болса, біреуінің сол машинаны жасауға қатысы бар, екіншісінің сол машинаны жасауға қатысы жоқ. Екеуіне жаза екі түрлі ма, бірдей ма? Жоқ, бірдей жаза. Ол ситуацияда бірдей жаза. Енді сенің Құдайыңа келген кезде, Құдайыңның бір әрекетті жасап, ол әрекетке қолданған затын жасауымен, адамның бір әрекетті жасап, ол әрекетке қолданған жасын құрастыруының не разницасы бар? Қара, мен саған түсіндіріп берем разницасын, бірақ сен бір ауыз жауап берші маған. Динамит сен жаралған дедің ғой, сол қателік қой сенің айтқаның, айтшы. Жаралған, құрастырылған, біреу әкеп берген, разница жоқ. Айту, сен өзің білімсіздің көрсетпеш, пожалуйста, динамит күйінде ол қалай жаралады ол? Белгілі бір күштердің көмегі әрекетке баға берсейсің, әрекетке баға берем, бірақ сен мен саған түсіндіріп беремін қазір. Ол әрекетке не үшін олай баға берілмейтіндігін сен адами стандарттарды білесің ғой сен өзің. Мынандағы сен мысалың стандартқа сай емес. Жаңа сен келістің ғой, машинамен адам соғу деген әрекетке сол әрекетті жасаушының машинаны құрастырмаған ешқандай әсер етпейді, сен осыны түсінсей? Қара, Сайкю, машинаны құрастыруға сол адамның да күші жетеді, ана адамның да күші жетеді. Ал бірақ сен айтып тұрған вулканды адам жасай алмайды, а динамитті адам жасай алады. Сайкю, сен қалай түсінбейсің? Әлде сен қыңырлықтанып тұрсың, или действительно білмейсің сен ол ситуацияны? Оның күшінің жетпейтіні ешқандай да разница бермейді. Неге разница береді? Екі сұраққа екі түрлі жауап беруге. Күшінің жететін, жарайды. Сенен обратно сұрайын. Бір нәрсені сол адамға күші жететін, жетпейтіні классификацияға әсер ете ма? Ай, классификацияда қайтесің сен, оған жауап берем дедің ғой, айтып тұрмын ғой, Сайкю, саған ыңғайлы позицияңа өтіп берем мен саған. Жоқ, сол әрекетті жауап берші маған, Сайкю. Қара, екі адам, сонда жаңағы екі адам машина қағатын болса, екеуі бірдей бағалану үшін екеуі де машинаны жасай алуы керек, солай ма? Ай, Сайкю, мен саған бір сұрақ қойып тұрмын, сен өзің алдында эфиріңде айттың. Бір сұрақ қоямын саған, сен ол сұраққа қосымша сұрақ қоймай, сен сұраққа нақты жауап берші дедің. Сен неғып дополнительный аргументтер алып келесің шеттен дедің. Мен саған сұрақ қойдым, динамит, сол динамит күйіне өзімен өзі жаралады ма деп сұрақ қойып едің. Сен адаммен адам машина қағу деп қазір новый аргумент, новый мысалды алып келіп тұрсың сен маған. Оған мен саған еще нақты жауап беріп қойдым. Енді маған айтшы, әрекет деген түсінесің ба, жоқ па? Әрекеттің описаниясы мен соған баға беру деген түсінесің ба сен? Айкю, әрекетіңе мен саған тағы да нақты айтамын. Әрекетіңе мен саған баға беріп беремін. Ол бойынша жауап беріп беремін саған. Бірақ сен ситуацияны түсініп тұрсың ғой, динамит күйінде жаралған ба дейсің сен, ол қалай жаралған? Әрекетке баға беруге сен қосып жатқан дүние әсер ете ма, жоқ па? Сайкю, жауап бермейсің ба, сонда бересің ба? Нақты айтшы. Қара, мен саған әрекетке баға беруге сен қосып отырған, оны жасай алу, жасай алмау деген нәрсе әсер ете ма, жоқ па? Әлбетте, өйткені сен алып келіп тұрған мысалың, сен әрекетке әсер ететін болса, красавчик, жақсы. Хорош, енді маған түсіндіріп бер. Қалай жасаушының жаңа сен қосқан нәрсенің әрекетті классификация жасауға қалай әсер ететінін түсіндір. Айкю, қашпа деймін. Айтшы, динамит күйінде жаралу үшін бірін әрекеттерінің күші керек па, әлде динамит күйінде жаралама сол нәрсе? Сенің айтуың бойынша. Динамитті жасайсың өзің. Жасайсың. Неден жасайсың? Бір белгілі бір күштер керек оған. Иә, белгілі бір нәрседен жасайсың. Болды. Осыны мойындап тұрсың. Алдындағың, значит, қателік қой сенікі. Не нәрсе? Әрекетке сипаттама ма? Әрекетке сипаттама емес, сен бір өзімен өзі Аллах тағала жоқтан бар ету нәрсені сен адами күшпен жасалынатын нәрсемен екеуін бірін-бірімен салыстырмалы түрде алып келіп тұрған мысал. Дұрыс. Енді сен бүйтіп айт. Енді сен былай де, сол Құдайдың бір нәрсені өзі жасағандығы мен
адамның бір нәрсені құрастырғаны екеуінің жасаған әрекетінің нәтижесіне қандай әсер беретінін және қалай өзгертетінін түсіндір бізге. Сайкю, мен саған оған өтіп беремін. Тағы да айтамын, оған жауап беріп беремін. Жауап беремін мен саған. Қазір жауап беремін мен саған. Сен бірақ сол мысалың андан қате екенін біліп тұрсың ғой сен өзің. Ол керемет мысал, сен жауап бер давай. Жоқ, сен керемет мысал емес, Сайкю андағы. Сен әрекетті қара, жасау мен құрастыруды екі бөлек нәрсе. Мысалға, өйткені сол сен алып келіп тұрған мысал динамит жасалған құралу күштерінен өтеді дейсің да, құралады ол нәрсе, белгілі бір заттардан. Енді битші, адам жасай алады ма соған? Ислам битш. Жаңағы сенің осы біреуінің бір нәрсені жасай алып, екінші нәрсені жасай алмауы әрекетпен оның нәтижесін сипаттауға қалай әсер ететінін түсіндірші. Екіншісі деп тұрғаның жаратушы ма әлде адам ба сенің? Біреуі адам, әрекет, біреуі жаратушы жасаған әрекет. Екеуінің әрекетін енді адамды да жаратқан сол жаратушы болып тұрса, екеуін бір мысалға қоюға бола ма стандарттар бойынша? Енді әрекетке маған баға бересің ба или қалай? Әрекетті сен маған бүйтіп әрекетті адами факторлармен ал кел мысалыңды. Мен саған екі стандартта жауап бермеймін, мен саған бір стандартты көрсетіп беремін. Бір адам машинаны құрастырған адам, біреуі сол құрастырылған машинаны теуіп жүрген адам. Екеуі де адам да, жаратылған адамдар, екеуі бір адамды қағатын болса, екеуі де кінәлі болды. Мен саған жауап бердім. Сенің позицияң өтіп бердім. Мен саған нақты екі стандартты айтып бердім. Кінәлі болады деп өтіп бердім. Егер адамның орнында басқа бір нәрсе болсашы. Қай адамның орнында басқа бір нәрсе? В общем, қара, кез келген, мысалы, автопилот болатын болса, тағы да мысалға кеттің, бұл қосымша аргументке кеттің ба, тағы да айтшы, өзің қоспаймыз ондай. Қара, енді сен түсіндірші маған, машинамен қағу деген, адам қағу деген ошибка ма? Әлбетте. Кім жасағанына байланысты ол ошибка болмай қалатын кез бар ма? Ондай жоқ. Енді вагонетканың теориясы ғой. Енді жарылыстан адам өлсе, сол жарылысқа себеп болған дүниені жасаушы қатысы бар ма жоқ па? Қара, Сайкю, мен біріншіден жәнегі сен мысалың қате екенін білдіріп тұрмын, сен мысалың қате екенін айтамын. Енді мен саған сен мысалыңа жауап берейін. Әрекет деген мысалыңа жауап беремін. Мен саған уәде бердім ғой, жауап беремін, сен позицияңа өтіп беремін, жүрегің тынышталсыншы сен. Қара, сен айтасың, динамитті бір адам жасап құрап шығарады, ал вулканды Аллах тағала жоқтан бар қылады. Енді соның әрекетін айтып тұрсың ғой сен, сол жарылыстан адамдар қаза табады дегенді алып келіп тұрсың ғой сен. Сол жерге екі түрлі жауап беруге болмайды, екі түрлі жауап берсе, ол двойной стандарт деп тұрсың сен, я? Дұрыс па? Ислам адам сегізге жауап берсем бола ма? Дұрыс па? Солай Сайкю, сен сол айтып тұрған сол ма? Тез айтшы енді, тез айт. Сол ма сенікі? Енді қара. Ой, деп атырың, қандай адам, тез айтшы. Ашуланба, Сайкю, ашуланба. Өйткені жүрде эфир сен анандай уағызда отқан жоқсың. Мен саған бір нәрсе, уақытым аз. Мен саған тұрып айтсам, уағыз деген не деп айтсам, бұл уағыз ба саған, уағыз емес па деп айтсам, оған да сен жауап бере алмай қаласың. Имамдарын құсап, адам тамақты ауызға салғанда не істейді? Дінге тіл тигізбе, имамдарын құсап деп, Сайкю, сен дінге тіл тигізбе, имамдарын құсап, анау құсап. Сразу көшіп түсіндіруіңе болды, мұжи бермей. Өйткені сенің мысалың қате, мұжи бермей деген сөзіңді бір жеріңе салып қой, Сайкю, ашуланба сен. Әрекетке баға берем деген әңгімеңді айтасың ба бұл? Әрекетке баға берем, өйткені сен Алланың жағынан, жаратушы жағынан ойлай алмайсың, сен оныкін қате деп. Вулканның жарылғаннан, адамдар қаза тапқаннан, Аллах тағала содан нығмет көріпсе, сен оған жауап бере алмайсың, сен мысалың келмейді оған. Ислам адам 8. Батырбек, тоқтай тұршы қазір, Батырбек. Екі адам сөйлесіп жатқанда араласып қалған дұрысырақ болады қазір. Мен саған деген сұрағым жоқ, Батырбек. Сіздер жеке сөйлесіп жатқан жоқсыңдар ғой. Сен де өтірік артық кетпей-ақ қойшы. Батырбек, тоқтай тұршы. Мен Сайкюға сұрағым бар. Жеке сөйлесіңдер. Сайкю, маған жеке сұрағың бар болса, Батырбек, маған жеке сұрағың болса, мен эфир ашам, сол жерге кіріп қоя беріңіз. Осыны тіркеліп қойыңыз, сол кезде қоясыз жеке сұрағыңыз. Жоқ, енді эфирдің мәдениетін сақтасаңдар. Эфирдің мәдениеті деген не сіз үшін?
Жоқ, енді бұл жеке ортада сөйлесіп отқан. Жоқ, жеке бұл жерде бір-бірімен екі адам бір-біріне мнение алмасуға болмайды деген ой ма не? Сондай эфир ма не? Иә. Қай жерде жазылып тұр онда? Екі адам бір-бірімен сөйлесуге болмайды деген. Бұл эфирде сендер қанша адам атсыңдар? Мәселе ода емес, сен иә солай жазылған дедің ғой. Қай жерде солай жазылған, Батырбек? Жоқ, сен жазылған ба деп сұрадың, мен иә дедім. Иә, қай жерде жазылған сол? Жазылған? Қай жерде? Қай жерде жазылмаған? Ай, Батырбек барш, оқы кеш, айналып кеш. Сайкю. Жоқ, мен сұрағыма жауап бересің ба? В общем, сен жауабың не болды, в общем? Құдай біреулерді жарып қырып тастаса, ол кінәлі емес. Адам жарып қырып тастаса, ол кінәлі. Сен қара, жаратушы жағынан ойлай аласың ба сен? Жаратушы ма, басқа ма, екеуі. Басқа ма емес, жаратушы сенің бұл жақтағы сен адами факторларға алып келіп тұрсың. Екі адам машинамен қақса дейсің да, ол екі адам кінәлі қатарында болады ма дейсің да, иә деймін да, өйткені олар заңның алдында да жауап береді, ол іс әрекетіне де жауап береді. Аллах тағала жаратушы өзінің іс әрекетіне сен жауап аласың ба не одан? Ойына келген істеуші ғой, иә? Сен Аллах тағаланың ойын сен жауап бере аласың ба не ойына? Жоқ нәрсеге қалай жауап бересің? Ойына келген істейді ғой. Мысалың түсініксіз, сен мысалың салыстыруға келмейді. Және машина деген мысалды алып келдің, ол салыстыруға келеді, мен саған нақты жауап бердім. Ислам. Оу. 1 минут. Жарайды, бірнеше секунд. Просто сіздер қазір диспут жүргізіп жатсыздар да, басын біз естімегенбіз, түсінбей жатырмыз. Хорошо, мен қысқаша түсіндіріп берейін да. Сайкюға просто айтайын дегенім, егер Аллаға сенбесе, ол зачем Алла туралы бірдеме сұрап жатыр деген сұрақта еще анау бір сөз бар ғой баяғыда. Бәрі аспанға қарап Құдай жоқ деп айғайлап жатса, бір еврей бала тұрып сұрайды дейді. Үндемей тұрған, сен неге үндемей тұрсың десе, неменеге айғайлап жатсың? Құдай жоқ қой бәрібір деп айтады дейді. Бар боқпаса, отношениені құртпай қояйық деп айтады дейді. Білмеймін, Сайкю түсіне алмадым. Ол жоқ болып тұр, жоқ деп сенеді ғой 100%. Сол ғой енді, жоқ деп ойлау бір бөлек, мен жаратушы деп ойлаймын да бір бөлек. Мен жаратушы деп ойлаймын. Мен просто өзімнен ол жоқ деп сенсең, енді бұны жаратушы шатастырып тұр да, соны білмейді. Кайс, я деп сенбейді. Жоқ деп сенеді. Сенің Құдайың ойына келген нәрсесін істесе де, сен оныкі жақсы жаман деп айтамайсың, дұрыс қой, иә? Өйткені сен баға бере аласың ба сен оған? Жоқ, баға бере алмайсыңдар сендер, иә. Мен баға бере беремін ғой, сендер баға бере алмайсыңдар. Вот сен баға берсең, значит, сенікі дұрыс деген қай жерде жазылған? Атеист Аллах тағаланың іс әрекетіне баға беретін болса, ол двойной стандартқа алып келеді деген қай жерде жазылған оны, Сайкю? Оны бір жерге жазып, сосын көрсетемін саған өзім. Жазып көрсетемін емес, сен қай жерден жазылған, сен даже кітабың жоқ, сен атеист. Бір жерге бір дәптерге жазамын да, сосын скриндап саған жіберемін. Сенікі маған дәлел емес қой, Сайкю. Неге ана логикадан қаша бересіңдер, жазылған деп? Батырбек. Жоқ, жазылған емес, ол жерде аргумент предоставить етіп. Өйткені былайда, жазылған болса, это аргумент жазбайды. Батырбек саған сұрақ қойыншы, динамит күйініне жете алады ма? Сайкю қайда кетіп қалды? Батырбек